Милей телеканалында хаберлер студия Дельмаса Блакимова. Ассалам алейкум. Вешімді дақаға бөлі мәлумат. Қырымның Жемат палатасында яны рейс сайланды. Бұл вазифені бежермек үшін Александр Форманчук сечілді. Отырыш Қырым Жұмхуриятының девлет шурасында олып кечті. Қатырлатамыз, Жемат палатасының сабық рейсі Григорий Иоффе кечкен сенен ноябрь айында вефат етті. Бұл палатаның бұрынжы ребері олып, 2014 сенесінден берлі өз вазифесіні еда етеді. Жемат палатасының 35 азасы бір сесінен Александр Форманчукның намзетіне рей берділер. Қатырлатам, о 2014 сененің июнь айындан Қырым Жұмхуриеті Жемат палатасының рейс муавины вазифесіні бежере. 2020 сененің декабрь айындан есе бұл идареде вақтынча рейс вазифесіні еді етіп башлады. Қырым елбасшысы Сергей Аксенов қайдеткеніне көре, бұл вазифеге далі айық намзет йоқтыр. Пек истидатлы адам. Мен оңа миннетдарым. Очоқсы суаллерні өз бойнына ала. Месулиетлі қарарларны қабыл етмеге қорқмай, веағыр вазиетлерде тевсиелер бере. Шуның үшін Александр Андреевичке тешекүрлерімні білдірем. Жемат палатасының эпос азалары месулиетлікні аңламақ кереклер, чүнки олар қырымлылар өгінді есабат тұтажақлар. Девлет шурасының спикері Владимир Константинов Александр Форманчукның балабан тәжірибесі ве yüksek месулиетлігі олғаныны қайдетті. О Қырым тарихыны пек яқшы біле. Бұл бір ребер үшін яқшы кейфиет. Ондан да башқа, мен Девлет шурасының рейсі олажағымда меслиатчым еді. Сергей Валерьевичнің де меслиатчысы олған еді. Қырым жемиетіндегі бұтын проблемалардан хабері бар. Яңы сайланған рейс Жемат палатасының сабық ребері Григорий Иоффе көрсеткен белі бір анелеріні девам етежегіні білдірді. Шымділік esas вазифе сайлавларға Жемат көзетіжілеріні тапып, оларны огретмектір. Ондан да башқа біз бала бақчаларына, мектеп ве хастаханелерге алынған мақсулатны незарет етмек керекміз. Бұл да адамларны кедерлеген суал. Қырымның Жемат палатасы жемиетінің муим институтыдыр, оның теркібінде 8 комиссия чалыша. Ленуза Бурсиитова, Рамазан Аливапов, Милет үшін. Қырымда кечек бизнесінің рекорд сайысы қайт олынды. Бұйыз бенден зияде субъекттар бұақта Жұмхуриетінің иқтисадият везерлігі кечерген кеніш отырыларында везерлер шурасының рейс муавені Қырым Жұмхуриетінің Мария везері Ирина Кивеков білдірді. Бизнесінің епсі темсілжелелеріне Русияның en яқшы онлығына керілмеге кібі вазифе қойылды. Многие предприниматели сейчас... Чоқысы іш адамлары ресмилешмеге тырыша, біз 2021 сененің милли лейхасыны бір бұжық кереден зияде аштық. Чүнки бізде 1 майыс күніне 19.200 үш адамы қайдолынды. Олар епісі сербес меслек ватандашлары бергесіні сечкенлер. Регионымыздың инкишаф етме динамикасы иқтисадиетнымызны тұрғын олғанына білдіре, ама Сергей Аксенов бұтын реберлеріні кевшемемеге чағырды ве суалерна чезгене ватандашлар акимиетнан онайтлы шекелде ишбірлік құрмақ керек деп айтты. К сожалению, то есть у нас пока что... Амма не язық ки, муниципалитетлернен тұтылған иш қызметлерге төлемелер кечірілмесі пек ярамай чалыша. Озыңызны бірде-бір ватандашның еріне қойып бақың. Ве акимиетнен ішіңіз насыл тезлікте кетежегіңізні көзетін. Бізге да чоқ чалышмақ керек. Қырымда бір апта ішінде 13 bin адам коронавирус хасталығында ашылама кечті. Епісолы бұл сайы 187 bin адамға етте. Бұқта COVID-19-ға қаршы отыру брифингте Жұмхуриетінің сағлық сақлау везері Александр Остапенко хабер етті. Сағлық сақлау везерлігінің мәлуматына көре Қырымда 96 дане вакцинация ноқтасы ве 57 дане көчме бригада чалыша. По регионам я вижу... Регионлар бойынша мен ашыланған сакинлер ве хасталанғанлар сайысы арасында доғры бақ көрем. Вакцинация чоқча олған регионларда хасталанғанлар да азжа. Демек хастаханеге түшкендерінің де сайысы ексік. Мен әркезге ашылама олмаға ве вакцинаның екінші дозасына да келмеге тевсие етем. Бұл пек мұйым. Кешкен сутка девамында коронавирустан 205 адам тедавиленді, 92 адамда ковид таздықланды. Пандемия башалғандан берлі Қырымда бұл хасталық 42 бинден зияде адамда тапылды. Яқшы олғанларының сайысы 39 бинден кечті, бір суткада 5 адам вефат еті. Епсі олып, коронавирустан 1299 адам өлді. Эпидемияға қаршы алып барылған тедбірлер девам етті. Жұмхуриетімізде маска режим сақланып қала.
Хаталарны ен қысқа вақытта доғыртмақ керек. Иш чықышлары вақытында Қырым елбасшысы ве Ахмеджет мемориетінің рейсінде мескен сервислерінің ішлеріне суалер пейда олды. Пайтақның башы Валентин Демидовның айтқанына көре азбарларының чоқысы қарап ала. Общались с жителями, представителями. Yerli sakinlerle laf ettik. Olar çok yıllık problemalar akta ayttılar. Çoxsu yerlerini sakinler talakalar teşkil etip özleri ceyiştira. Böyle olmamak gerek. Onun için Ahmedjet'nin çok katlı evleri yerleşken bütün teritoriyalarını tertipke getirmek gerektir. Қырымның қадими шерлерінден бұры Кезлев ойында туристлеріні қаршылamaға азыр, bu yaz мұсафирлеріні мұнда не беклейкен жевапны Лилия Ислямова біле. Дюльбер озгун ве мераклы тарихке сайып олған. Қырымның Дюльбер шерлерінден бірі туристлеріні қабул етмеге азыр. Андрей Коршунов Кезлевге бірінші кересі келді. О апайынен Санкт-Петербургта яшай. Ялы кенарыны ве Қара денізні пек бегенді. Біз бүтін Қырымны кезіп чықтық. Мында Кезлевгеде етіп келдік. Мында пляж құмлы олғаныны айры қайт етмеге істейім. Санки Азияда, Таиланд, яда Индистанда олғаны кібі. Кезлев bu tek популяр курорт дегіл. Оның eski şehri ona da abideleri çok olğanı için Küçük Yerusalim deyler. Көктөбүндө Кебалабан bir muzeyini andıra. Çünkü deniz kenarında çeşit vakıtqa ve dinlerge ait abideler toplanған. Eskişehir acayip bir yer. Mında küçük evçekler turgan burmalı sokaklarda ali da orta asır şehirinin havasını ve kadimiylik kokusunu duymağa mümkün. Біз мында бірінші кересі келеміз, пек бегендік. Ескі шehir бізні тәжіплендірді. Мында бұтын дінлер топланғаныны бегендік. Ады да кереше, Küçük Иерусалим. Шифалы сув ве чамурлары олған чоқтан чоқ гол ве көрфезлер. Шифахане, пансионат ве мұсафырханелер мында бұйық ве кичіклерінің тедавейсі үшін келешіклі әршей бар. Бұ ерлерінің бірінде ковид хасталығыны кечірген адамлар реабилитация олалар. Махсус процедуралар хасталықтан сон тезжет түзелмеге ярдым етелер. Кечкен сененің яз мевсемі қувандырды. Кечкен сене туристлер мевсімі июль айындан башлап, октябрьге қадар девам етті. Бұ пек қованчылы бір адесе, ава яқшы еді. Оның үшін туристлер де чоқ келді. Бұ ел есе мевсім әртеже, яғни майыс айындан башланды. Майыс тәтелерінде мұсафырханелердегі одалар 90%-ға толды. Келечек айға туристлерінде 40% ерлеріні айырттылар. Мұсафырлеріні айретлендірмек үшін мұнда әр ел eglenje комплексіне яныталар. Экскурсияларыны чоқлаштырдылар. Лезетлі ашларыны севгенлер үшін ісе Қырым утекелері яшаған аквариум бар. Әлбетте менюда аняневи Қырым татар ашлары. Яндық чөберек шорбаларының тамында бақмаға мүмкін. У нас более 600. Бізде 616 мұсафыр еді. 140-тан дане ортақлық ерлештірме васаталары бар. Бүгін курорт ве туризм везірлігінден комиссия чалышты. Пляжларны азырлайлар, дениз түбіні темізлей ве құртаржыларны огретейлер. Бұ сене біз пляжларның чалышмасына паспортлар алынмасыны істейміз. Мутихасысларының сөзлеріне көре, бұ сене Кезлевде ратланғанларының сайысы кечкен сене баққанда 2 кереге артты. Курорт мұсафирлеріні қабул етмеге азырлығыны девам етті. Мұнда жема топланған ерлер абаданлыштырыла. Ешілік зоналары янылатыла. Енді 87 бен бір елық терек сачылды. 94 пляж мұсафирлеріні қабул етмеге азыр. Лилия Ислямова, Аким Бекиров, Милет үшін Кезлев шehri. Ахмеджет районының Бейтаныш көйінде агротехнологик академияның студентлері Санкт-Петербургтан кетірілген тал теречеклеріні сачтылар. Олар бөлелекнен Қырым иклиміне ен келішкен чешітіні тапмаға істейлер. Тешкілячылар ярмадымызда пыттақ нен өрме санатыны тіклемеге істейлер. Бұ іш үшін аты Шымали пайтақтан ұсталарыны теклиф еттілер. Тafsilatlар Сабина Денивада. Тал тереклерінің қоқусы ве әрбір шейде гөнүл парчасы. Санкт-Петербургтан келген эснафчы Дмитрий Денисов енді 29 елдан берли пыта қоревы. Яғни себет тұқылмасынен оғраша. Қырымда Ахмеджет районының Бейтаныш көйінде бұл ұсталық бойынша мастер-класс кечіріле. Бұл шаблелер күнешчік кібі тарқап кетежеклер.
o ясаган şeyimizning tübü olacak. Пытақны кесмезден эвел оны мыйышқа қылыққа тешкере. Ормей için em temizlenген, em temizlenmеген пытақ құлана. Эршей оны илеридегі құланмасына бағлы. Киік пытақлардан тамыр ве емеш жайылған сепетлер ясай. Башқаларны есе чечек савоты, evdeki мебель яды декоратив сепетлерні ормек için құлана. 92 senesi iş yok edi. Yaşagan yerimden 3 kilometr uzaklıkta ise monoboyli firma açıldı. Anda pıtak ormesinen oğraşa ediler. Men bunu gördüm. Keldim, sınap baktım. Yavaş öğrendim. Санкт-Петербургта Дмитрий 30 гектар ерде тал өстүре. Сон оны пытакларны ишлеринде куллана. Уста элеринде тал ширетчик кыбытая. Дмитрий Озюнин 5 чешете бинлерже тал фиданчыгыны кетирген. 2 айдан сон о бырда кележек. Фиданчыкларны бакажак. Бойле эксперимент нәтижесінде Кырым иклемы насыл тал чешетине келишкені биле олажак. Бүгін біздің esas meselemiz olğan resurslарны kullanmaktır. Medeniyet evlerinde tügereklер бар. Анда böyle toxumacıklarla oğraşalar. Men eminim bu talap etilgen yöneliş. Yasalgan şeyler hem erkun kullanılması için hem çeşit interyer eserleri de olması mümkün. Таларны сачмаға hem агротехнологик академияның студентлері, hem musafirler yardım etti. Don Devlet Teknik Üniversiteti'nin studentler sektor müdürünün esas vazifesi regionlar arasındaki alakalarını faallashtirmektir. Biz tecrübemizden paylaşmağa ve sizden belli bir tecrübe almağa istedik. Alakalarımızı kavilleştirip, mında iş teşkil etmege niyetlenemiz. Yani regional Kırım bölügünü açmağa düşünemiz. Kırımda östürülgen talar çeşit örmelerde işletilecek. Onlardan hem ev eşyalarını hem çeşit sepetlerini yasamağa mümkün olacak. Bu ekologik ve asırlar boyu kullanılgan şeylerdir. Talının mayışkak fidanları endi unutula yatkan ustalıktın sırlarını da bilmege imkanı yaratacak. Bu gerçekten de yaşlarımızga gerekli ve aktual bir tedbir. Biz olarga koy hocaligina sevgi aşlaymiz. Çünkü devletin erzak tehlikesizligi iktisadiyatның esasıdır ve biz bu yönelişte çalışamız. Kırımda uyken nesilge ve gençler için master-klasslar geçirmege planlar var. Başta onlarını Sankt-Peterburg'tan kelgen musafirler teşkil edecek. Son ise Cumhuriyet Esnafçılık Palatasının temsilcileri. Sabina Diniyeva, Dmitri Nizavoy, Millet için, Ahmesjit rayonu. Bizim galiplerimiz Rusiyanın karışık birge bir Kureşov birinciliginde Alan Saidov altın medalini kazandı. Yarışta Rusiyanın 61 regionundan kelgen 415 sporcu iştirak etti. Alan Saidov'un galiplikке yolunu Davut Çakhalov tarif edecek. Tez ve ustalıknen koyulgan uruf. Genç sportçı aynı bu çizgileri sebebinden galibelikni kazandı. O birden iki yarışka hazırlık geçirdi. Kureşçi Rusiyanın birinciliginden o güne Pankration çempionatında iştirak etti. Bu yarışta da birincilikni kazandı. Kureşçi aytkanına göre onun galip çıkmalarında sır yok. Tek disiplina ve balaban istek var. Rakiplerinin hepsi çeşit türlü. Birisi pek yüksek ve kolaysız. İkincisi aksine alçak ve kesmentek. Alışmağa ağır edi. Ama yarış Rusiyanın çempiyonluk unvanına ketkeni için istegim pek balaban edi. Eğer Rusiya çempionatında galip çıksan, o günde daha çok kapılar açıla ve elbette dünya çempionatına da ketip olacaksın. Men belesem, şimdiki vakitte bu en şerefli turnir. Çempiyonluk unvanı uğrunda Rusiyanın 61 regiondan 416 sportçı kureşti. Finalda alan Inguşetiya temsilcisinin görüşmek gerek edi. Bizde bir ağırlıkta 42 sportçı iştirak etti. Turnir ise 3 gün devam etip, Cuma ertesi ve Bazar günleri geçirildi. Böyle psikologik gerginlik 3 gün devam etti. Men sutkada tek 3-4 saat yukladım. Sportçılarım için pek kasivet çektim. Men belesem olar da öyle. Taraflamak kıyın edi. Çünkü rakiplerimiz pek güçlü edi. Sportçılarının ilham ve kuvvet irmakları onların yakınları ve elbette ailesidir. Evde o pek dikkatli ağa. Vakit yardımga hazır. Men onu pek sevim. O da beni seviyor. Yarışın neticesine göre milli cima takım toplandı. O dünya çempionatında iştirak edecek ve elbette bu takım terkibine yanı çempiyonumuzda kırdı. Demek Alan Saidov'un dünyanın en güçlü sportçılarına karşı rakiplik etmege imkanı peyda oldu. Davut Çakhalov ve Vitaliy Golubev, Millet için.
Бүгін Русияда фармацевт күніні қайт етелер, бұл байрам еді елевілсе ильян етілген еді. Айны бүгін 1581 сенесі Иван Грозныйның авалесі еле Кремльдегі yüksek чар илячханесі пейда олған илячылар дүниясыны пек яқшы белген тебиетші ақта Сабина Денева айтып бережек. Сабадан фармацевт Гульнара Бекирова өзінің sevgen илячханесіне ашыға, ярамай кейфіні қуа. Чүнки муштерілерінен қаршылашмадан евел азырланмақ керек. Бейаз халатыны, маска ве қолчақларыны кие. Азыр, енді чалашмаға мүмкін. Бұл бірінші масада çalışқан фармацевтның іш ері. Ойыр вақыт тәртіпте тұтыла. Жүйіштірілған ве ішке азыр. Мұнда бүтін базамыз ве программамыз олған компьютерде бар. Мектепте химия дерслерінен бір вақыт проблема олмаған. О да балалықтан кім олачағыны біле еді. Енді есе 16 елдан берлі илячыларыны қабул ете. Екім берген рецептлеріні тешкере. Иляч сата ве егер керек сойы олмаса, аналогларыны теклif ете. 7 ел евелсі Гульнара ханым Крым фармация девлет илячханелерінің бірінде мудир муавины вазифесіні еда етіп башлады. Бұл ерде хасталар бедава, имтияз рецептлері бойынша алған илячылар тура. Біз оларны айыры топладық. Илячыларны тешкереміз, бақып чықамыз, чүнкі олар сырада тура. Иляч келгенде біз хастаға телефон açамыз, о келіп керек шайыны алып кете. Иляч жыны айтқанына көре, касса артында турмақ етерлі дегіл. Яқшы мутехассыз олмақ үшін, әр вақыт оқымаға конференцияларға бармаға сертификация кечмеге керек. Яни земаневи фармакологияны білмек керек. Сізге телефон açалар, әбет бойлы олacak. Алло, аптека, мераба. Оңа инсанлар, лав ве ярдым етме имканлары пек муимдір. Урмет йылларжа қазаныла, хасталар иляч ярдым етті деп, келселер пек мемнун олуна. В период пандемии Пандемия вақытында біз кереклігімізні, мойым олғанымызны пек исеттік. Адамлар ақымы керек илячылар чоқлашты. Аптекаларда тек хасталықтан күрешмейлер. Оны да сағлық меркезі деп адландырмаға мүмкін. Чүнки мында витамин, косметика ве бала ашларыны алмаға да келелер. Фармацевт бұл бір тарафтан эм екім, эм рухиятчы, эм сатыжыдыр. больные пациенты. Бізге хасталар тек илячға келмейлер, олар тевсиге, дихатлы мунасебет қыдыралар. Мұнда оларны динлер, тевсие ве ярдым етерлер. Бір күнде бір фармацевтке бұл аптекада 100-ден зияде адам келе. Әркезге хусуси янашмақ керек. Гульнара Бекирова адамларны әрші яқшы олачағында қандырмаға тырыша. Ең esасы иляч файдалы олып, хасталық тедавиленежігіне ишанмақтыр. Дауд Чахалов, Сабина Денева, Максим Голубев, Миллет üçün. 18 майыс милетінің фажасы ве реабилитацияға қадар ұзын ел ватанда медениет ананелер ве ана тілі насыл жанландырылыға екен. Бүгінгі күнде қырым татарлар ненен яша екен. Жеваплар ақшам сат 8-де без обмана ток-шоусында Милет телеканалы ве Ватан седасы радиосында қачырманыз. Шымдеке даққаға бұл қаберлерінің епседі кележе кейініміздің қачырманыз.